Екі түрлі ғана заттан дайын болатын өте оңай, өте арзан, бірақ денсаулыққа өте пайдалы, барлық витамині бойында сақталатын керемет салатты бірге дайындайтын боламыз. Армысыздар менің YouTube көрермендерім, видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Бізге қажетті заттар: жарты капуста, чеснок және қызылша. Капустамызды ауызға сиятындай етіп турап аламыз, дәл видеодағыдай. Одан кейін чесногымызды, қызылшамызды үккіштен өткіземіз және 2 литрлік немесе 3 литрлік, әрине ол сіздің капустаңыздың көлеміне байланысты, банканы алып, үккіштен өткізілген чеснокты, одан кейін свекланы, одан кейін капустаны кезегімен осылай салып отырамыз, дәл видеодағыдай. Енді біз сиропын дайындаймыз. Ол үшін кастрюляны алып, 1 литр суға 2 ас қасық тұз және 1 ас қасық қантты салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін банкамызға дәл осы видеодағыдай құйып аламыз. Міне қараңыздар, кейбір рецепттерде 2-3 қасық қант депті, одан кейін 9% уксусты жазыпты. Мен қанттың көлемін азайтып уксусты қоспай дайындадым. Барлығымыз дәмін бірге көретін боламыз. 12 сағатқа қоямыз, одан кейін жеуіңізге болады. Міне менің салатым дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.